Құрметті өмірден алынған каналының оқырмандары, менің каналыма қош келдіңіздер. Әңгімені соңына дейін тыңдап, менің каналыма жазылуды ұмытпаймыз. Асыл мен Қанаттың отасқанына 5 жылдан асты. Бастапқы күннен-ақ олардың өмірі шын мәнінде бір-біріне сай келмейтінін көрсеткендей еді. Асыл ашық мінезді, тік сөйлейтін, ешкімге бағынбайтын, өз айтқанынан қайтпайтын көкбет келіншек. Ал Қанат әжесінің еркелеткен кенжесі, момын әрі өте аңқау жігіт болатын. Олардың отбасы болып құрылғаны Қанат үшін үлкен жетістік болса да, Асыл үшін тек бір амалсыз шешімнің нәтижесі еді. Асыл ауылдағы ең сұлу бойжеткендердің бірі болды. Көп жігіттер оған сөз салып, сыртынан сүйсініп жүретін. Бірақ Асыл үшін махаббат пен отбасы мәселесі ешқашан басты орында болмаған. Ол өмірін өз бетінше жоспарлап, үлкен қалаларға баруды, армандарын жүзеге асыруды мақсат етті. Ауылдағы қарапайым өмір оған таршылық еткендей көрінетін. Солай бір күні ол қалаға оқуға кетіп, сол жақта біраз уақытын өткізіп, өзінің өмірін басқаша арнаға бұрамын деп ойлады. Бірақ қалада ол күтпеген жағдайға тап болды. Бір күндері Асыл қаладағы бір жігітпен танысып, қателікке бой алдырады. Бұл кездесу оның өмірін күрт өзгертті. Сол жігітпен жақын қатынасқа түскеннен кейін, біраз уақыт өткен соң, Асыл өз жағдайының қиындағанын түсінді. Ол жүкті болып қалды. Бұл жағдайды естіген анасы бірден әрекетке көшті. Анасы Асылдың абыройын сақтап қалуды ойлап, қызын тез арада тұрмысқа берудің амалын іздеді. Ауылға оралғанда анасы қызына түсік жасатуға мәжбүрледі. Бірақ бұл да мәселені толық шешпеді. Қызының болашағы үшін алаңдаған анасы Қанатқа қызын беріп жіберуге шешім қабылдады. Қанаттың аңқаулығы мен момындығын пайдаланып, оны бірден құдалыққа шақырды. Асыл әрине бұл некеге қарсы болды. Ол Қанатты ешқашан өзіне серік ретінде елестеткен емес. Бірақ анасының сөздері оны тығырыққа тіреді. «Ертең сені кім алады?» деді анасы қатал үнмен. «Енді сен қыз емессің, сен бір туған әйелсің. Саған енді тек жуас, айтқаныңнан шықпайтын адам ғана шыдайды. Мені тыңдасаң, өзіңді шын сүйетін Қанатқа тиіп ал. Мен сияқты өмір сүргің келмесе, айтқанымды істейсің». Бұл сөздерден кейін Асыл басқа таңдау жасай алмайтынын түсінді. Анасы айтқандай, оның алдында тек бір жол қалды: Қанатқа күйеуге шығу. Осылайша еш сезімсіз, бірақ тағдырдың басқа жолы жоқ екенін түсінген Асыл Қанаттың жарына айналды. Қанат үшін бұл некенің әр күні үлкен бақыт еді. Ол көп жылдан бері Асылдың соңынан жүгіріп, ақыры оны өзіне қаратты. Қанат оның әрбір талабын орындап, жүрегіндегі бар мейірімін көрсетіп жүрді. Бірақ Асыл үшін бұл өмір тек бір шартты келісімдей болды. Оның жүрегі бұл некеге байланбаған еді. Асылдың мінезі күннен күнге ашуланып, шыдамдылығы азайған сайын Қанаттың жағдайы да қиындай түсті. Ол неге екенін білмесе де, Асылдан айырылып қаламын деген қорқынышпен өмір сүріп келді. Олардың арасындағы қарым-қатынас күн сайын суып, түсініспеушілікке толы бола бастады. Бірде кешке жақын Қанат шаршап үйге оралды. Анасы мен әжесі әдеттегідей үй шаруасымен айналысып, кешкі тамақты дайындап жүреді. Асыл бөлмеде өзімен өзі отырды. Қанат сол сәтте ұялып, жағдайды жұмсартып Асылға: «Асыл, тамақ жасап қойшы, анам мен әжемнің алдында ұят қой. Олар келін болып жүрген, сенің тірлігіңді істеп жүр. Үйренетін уақытың болды ғой», деді жұмсақ үнмен. Бұл сөзді естіген Асыл бірден ашуға булығып, орнынан тұрды да дауыс көтеріп айғай салды: «Не келін құл болуы керек пе? Істегім келмейді. Не істейсің, ал?» Сол кәрі қақпастар ақ миымды жеп бітірді. Мен ажырасамын. Қанаттың жүзі қашып, намысы оянардай сәт еді, бірақ ол мұндай сөздерге шыдамдылық танытты. Асылдың алдында өзін төмендетіп, қайта-қайта аяғына жығылып, сабырға шақыруды ғана білді. Ол оны шын жүректен сүйетін, бірақ бұл махаббаттың қайтарымын көре алмады. Асылдың әр сөзі жанына ауыр тисе де, оны жоғалтып алудан қатты қорқатын. Асылдың ашуы қайтпаған сайын, Қанаттың сабырлығы да таусылуға жақын еді. Бірақ бір жағынан, достарының алдында Асылдың сұлулығы мен ерекше мінезі үшін мақтанып жүретін. Достары: «Қанат, сен қалай ғана осындай сұлу қызды құрығыңа түсірдің?» деп жиі таңданып сұрайтын.
Бұл сөздер Қанаттың жүрегіне мақтаныш ұялатып, оның әйеліне деген сезімін одан әрі күшейтетін. Асылды тек сыртқы көрінісімен ғана сүйіп, оны өмірінің басты жеңісі ретінде көрді. Бірақ ішкі жан дүниесінде бұл жеңістің ауыр жүк екенін өзі де түсінетін. Осылай күндер өте берді. Асыл мен Қанаттың арасындағы түсініспеушілік арта түскен сайын, Қанаттың махаббаты мен шыдамдылығы сынаққа түсе берді. Бір күні Қанаттың үйіне қонақтар жиналды. Үйдің ішіндегі дайындықты Қанаттың анасы мен әжесі өздері жүргізіп, қонақтарды күтіп, барлығына қызмет етті. Асыл болса бөлмесінде жатқан күйі, дайын тамаққа әрең шықты. Ол қонақтармен сөйлесуге құлықсыз, өзінің еркелігімен қырсықтығын көрсеткісі келіп, ештеңеге араласпады. Қонақтарға шай қою керек болды, бірақ Асыл кесені ұсынуға да ерініп, орнынан қозғалмады. Үлкен әжесі қонақтардың алдында шыдай алмай, қабағын түйіп, Асылдың мінезіне іштей налыды. Бәлкім, ұялатын шығар деп ойлады. Бірақ сол сәтте Асылдың өзгеруі туралы ешбір үміт болмағандай еді. Әжесі қонақтардың көзінше сабырын жоғалтып, шындықты айтты. Біздің келін осындай олақ, қолынан түк келмейді деді қабағын шытып. Бұл сөздерді естіген Асылдың төзімі бірден таусылып, ашуға мінді. Оның ішіндегі жиналған ыза мен кек сол сәтте жарылды. Асыл қонақтардың алдында мүлде күтпеген әрекет жасады. Құйып тұрған ыстық шайды бірден үлкен енесінің бетіне шашып жіберді. Міне, саған шай керек болса, деп айғай салды Асыл, көздері оттай жанған күйі. Сол сәтте үстелдегі қалған кеселерді бірінен соң бірін шағып тастап, ыдыстарды сындырып жіберді. Байғұс әжесі аузына сөз түспей, шыңғырып жіберді. Беті күйіп, ауырғаннан жаны қиналып қалды. Үйде үнсіздік орнағандай еді, бірақ келген қонақтардың үрейі мен абдыраған дауыстары бірден шықты. Бәрі не істерін білмей, абыр-сабыр болып, біреулер жедел жәрдем шақыруды ойлап жатты. Қонақтардың арасында әженің үлкен ұлы ашуға булығып, Асылға теріс бата берді. Қолың сынсын келін. Басыңнан қайғы арылмасын. Теріс батамды бердім, деп бетін сипады. Бұл қарғыс пен қатты дауыстар үйдің ішіндегі ауыр атмосфераны одан әрі күрделендіріп, Асылдың әрекеті бәрінің жүрегіне ауыр тиіп, шокқа түсірді. Қанат болса бұл жағдайды қалай түзеу керек екенін білмей, әбден абдырап, әйелінің осындай қатыгездігінен тіптен шошып қалды. Асылдың осыншалық жауыз болғанына күйеуі сене алар емес. Қанат осы сәтте не істерін білмей, есеңгіреп қалды. Жанындағы бауырлары бұндай жағдайға шыдай алмай, бірден араша түсті. Үйге кіріп келген олар Асылды қолынан ұстап, сыртқа қарай сүйрелей бастады. Сен еркек емес, иессің, деп бауырлары Қанатқа қатты айғайлап ашуларын білдірді. Қатыныңды басына шығарып, өзіңді асырап баққан әжеңді қорлатып не істеп жүрсің? Деді біреуі, Қанаттың жанына тиетін сөздерді айтып. Қанат үшін бұл сөздер ауыр тиді. Ол бауырларының көз алдында қорланудан басқа ештеңе сезбеді. Жүрегіндегі ауыртпалық өсе түсті. Оның алдында екі таңдау тұрды, не өзінің жанұясын сақтап, Асылды сабырға шақыруға тағы да тырысу, оттаушын алды. Бірақ Асылдың жасаған әрекеттері тым шектен шыққан еді. Әжесіне деген құрметсіздігі Қанаттың шыдамын сарқып, бауырларының айтқан сөздері жан дүниесін қақ айырғандай болды. Ол бауырларына қарап, ештеңе деместен үнсіз қалды. Енді ол қандай шешім қабылдайтынын іштей сезіп тұрса да, жүрегі оны қабылдауға дайын емес еді. Асылдың үйден кеткені ғана емес, Қанаттың ішкі әлемі де біржола өзгергендей болды. Барлығын ұмыту үшін басқа қалаға жұмысқа кетті. Асылды қайтып әкелуге, онымен енді бірге тұруға үй іші қарсы. Үлкендерден ас алмаған Қанат бәріне көндігіп, іштей тынып басқа қалаға жұмысқа кеткені де сол еді. Көп ұзамай Асылдың басқа еркекке тұрмысқа шығып кеткенін естіп, әбден мас болып қайғырды. Асыл бай еркектің тоқалы болуды таңдағанда, оның өмірі ертегідей басталғандай болды. Ақша, қымбат киімдер, бағалы әшекейлер барлығы жеткілікті еді. Армандағыдай өмір сүріп жатқандай көрінді. Бірақ бұл сыртқы жылтырақ қана екен. Уақыт өте келе Асыл ішкі әлемінде бос кеңістіктің бар екенін сезді. Ол мұндай өмірде тек материалдық игіліктер ғана емес, шынайы махаббат пен жылулық жетіспейтінін түсінді. Қызығы басылғаннан кейін өмірдің екінші жағы ашыла бастады. Күйеуі сырттай сымбатты көрінгенімен, іштей қатал, ешқандай сезімсіз адам екені белгілі болды.
Асылдың еркіндігі шектелді. Ол үйдің төрт қабырғасына қамалып көшеге шығу үшін рұқсат сұрайтын болды. Бұрынғыдай емес, өз өмірін басқаруға құқығы жоқ екенін сезінді. Асыл шыдамай, өзінің жанындағы ауыртпалықтарды күйеуіне ашық айтуға бел буды. Қанатқа айқайлағандай, ол күйеуіне де шындықты бетке айтқысы келді. Бірақ бұл әрекеті оның өмірін одан сайын қиындатып жіберді. Күйеуі оны сөзсіз тыңдату үшін аяусыз ұрып соқты. Соның салдарынан Асыл ауруханаға түсті. Ауруханада жатып Асыл бұл өмірдің артықшылығын енді сезінбей, өз қателігін мойындады. Материалдық байлық оны ешқашан шынайы бақытқа жеткізбегенін түсінді. Сол күннен соң басы жиі ауырып төсекке таңылды. Есін жоғалтып алып көшеге іш киімсіз жүрген жерінен көрген ауыл таң қалысты. Мұндай ұятқа шыдамаған әке өз қызын дереу жүйке жүйесін емдеу орталығына жатқызды. Қанат Асыл туралы жаңалықтарды естігенде жүрегі тағы да сыздады. Ол қанша тырысса да Асылды ұмыта алмады. Өткенде болған барлық жағдайлардан кейін оның басқа біреумен өмірін жалғастыруға ниеті де болмады. 4 жыл бойы Қанаттың өмірі өзгермегендей көрінді. Ол жан дүниесінде Асылдың бейнесін әлі де сақтап жүрді, бірақ оны ойлаған сайын жүрегіне салмақ түсетін. Арада өткен осы жылдар Асылды да қатты өзгертті. Ауруханадан шыққаннан кейін оның өмірі одан әрі қиындай түсті. Әбден шаршаған, жаны күйзелген Асыл үйінде бір бөлмеден шықпайтын жағдайға жетті. Өмірге деген қызығушылығы сөніп, ол бұрынғы күш-қуатынан айырылды. Оның жалғыздығы тереңдей түсті, ал үйде оны бауырлары да түсінбеді. Асыл далаға шықса, бауырлары оны жазалайтын. Олар үшін оның өміріндегі қателіктер отбасына ұят әкелгендей көрінді. Олар Асылды сырт көзден жасырып, өздерінің абыройын сақтауға тырысты. Асыл үшін бұл жазалау емес, біртіндеп өмірінің мәні жоғалғандай болды. Ол өз тағдырын қайтадан қолға алып, өткенін түзетуге тырысса да, мұндай ортада бұл мүмкін емес еді. Ал Қанат болса, алыста болса да, Асылды ойлап, оның басына түскен жағдайларға тағы да қайғыра бастады. 4 жыл ішінде оның жүрегінен Асылдың бейнесі өшпей, онымен болған естеліктер оны мазалап жүрді. Бірақ уақыт өткен сайын ол Асылдың өмірі туралы не істей алатынын ойлап, шарасыздыққа түсті. Асыл үшін өмірдің бұрылыстары тым ауыр болды. Ауруханадан емделіп шыққанымен кейде бас ауруына шыдай алмай, есін жоғалтып алатын. Бұл күйзелістен шаршап, өмірден түңілу сезімі оны іштей жегідей жеді. Ол өткендегі қателіктерін түзеуге тырысты, бірақ ауыртпалықтан арыла алмады. Соңында Асыл өзінің ішкі жан дүниесін тазарту үшін, әрі Қанатпен қайта кездесу үмітімен, оның үйіне баруға бел буды. Көңіліндегі өкініш пен ауыр салмақты жеңіп, Қанаттың ата-анасынан кешірім сұрауды мақсат етті. Қанаттың үйіне жеткенде, ол тізерлеп отырып, көз жасын тыя алмай, Қанаттың әке-шешесінен кешірім сұрады. Оның осы сөздері көзіндегі шынайы өкініш пен жан күйзелісі барлығын тебірентті. Қанаттың ата-анасы оның жағдайын бұған дейін де естіп, жүректерінде оған деген реніш азайған болатын. Сол кезде Қанаттың әжесі, әрдайым жүрегінде мейірім сақтаған дана кісі, Асылға қарай жақындап, оның басынан сипап: «Кештім сені, қарағым», деді жұмсақ дауыспен. «Ақ батамды бердім. Жолың ашық болсын, қарағым», деп шын көңілімен батасын берді. Асылдың жүрегі сәл жеңілденгендей болды. Ол әженің сөздерін естігенде, жан дүниесіндегі ауыр салмақтың бір бөлігі түскендей күй кешті. Бірақ оның көзі бір адамды, Қанатты іздеді. Асыл жан-жағына қарап Қанатты табуға тырысты, бірақ оны көре алмады. Бұл сәтте Асыл Қанатқа деген сезімінің қаншалықты терең екенін, қаншалықты оны сағынғанын және сүйетінін анық түсінді. Соңғы 4 жылда Асыл Қанаттың орнын ешкім баса алмайтынын, оның жүрегінде тек Қанат қана бар екенін ұқты, бірақ өзінің опасыздығынан кейін Қанатқа бұл сезімін жеткізе алмады. Үйге келгенде бауырларынан тағы таяқ жеді. Өйткені үйден ешкімге білдіртпей қашып кеткен. Өзінен кіші інісінен таяқ жеген Асыл енді өмір сүре алмайтынын түсініп, соңғы рет Қанатпен тілдеспек болды. Асылдың анасы қызының беті мен көгерген денесін құшақтап, шарасыздықтан жаны ауырды. Қанша рет араша түскісі келсе де, қызына көмектесуге қауқарсыз болды. Қызының азап шеккенін көріп, оның ауыр тағдырына кінәлі мінезін ойлап, анасының көз жасы тоқтамады. «Қызым-ай, мінезің өз түбіне жетті.
Енді қалай бақытты болар екенсің? Деп кемсеңдеп жылап отырды. Өзін де кінәлады. Қызын әкесі мен ағаларының қаталдығынан қорғай алмайтын әлсіз ана болғаны үшін күйініп жылап жатты. Сол сәтте Асылдың есіне бір ой түскендей болды. Ол кенеттен серпіліп: «Апа, тез телефон беріңізші. Соңғы рет Қанатпен сөйлескім келеді. Оған сүйетінімді айтуым керек. Одан кешірім сұрауым керек», деп асығып анасына қарады. Бұл сөздерді естіген анасы шошып кетті. Асылдың соңғы рет дегені қатты алаңдатты. Жүрегі дүрсілдеп бір сұмдықты сезгендей: «Қызым, соңғы рет дегенді қалай түсінемін?» «Жай айттың ғой, иә», деп анасы сұрауын қайталап қобалжып қызына қарады. «Иә, апа, жай сөз. Тезірек телефон беріңізші, Қанатпен сөйлесіп алайын», деді Асыл анасын сабырға шақырғандай, бірақ ішінде алай-түлей күйде. Анасы сеніңкіремесе де қызына телефонды беруге асықты. Өйткені бұл кезде үйдегілер жұмыста еді, ал олар кеткен кезде ғана Асылға телефонды қолдануға мүмкіндік болды. Әйтпесе ағалары мен әкесі оған телефон ұстауға да тыйым салған. Асыл телефонды қолына алып Қанаттың нөмірін тере бастады. Оның жан дүниесінде не болып жатқанын тек өзі ғана сезді. Қанатпен сөйлесу оның жүрегіндегі бар ауырлықты жеңілдетіп, оның ойындағы соңғы үміт болды. Асылдың жүрегі дүрсілдеп қобалжып тұрды. Телефонды бірнеше рет терсе де Қанат жауап бермей қойды. Ол сабырын жоғалтып, үміті үзіле бастағандай сезінді. «Тезірек көтерші. Тез алшы телефонды», деп қайталап телефонға телміріп қарап, дірілдеген қолымен оны қысып ұстап отырды. Біраз уақыт өткен соң телефон әлі де үнсіз қалды. Асылдың көзі жасқа толып, жүрегінде ауыр күйзеліс пайда болды. Ол Қанатты қайтара алмайтынын, оның өзіне деген сезімдері өшіп жек көретінін ойлады. Үмітін үзген Асыл кішкентай қыздай телефонды құшақтап жылап, өзінің бар күшін жоғалтып жатқандай болды. Ол мені жек көреді екен. Енді бәрі кеш деп ойлап, жүрегіндегі соңғы үміттің де өшкенін сезді. Дәл сол кезде телефон шырылдап қоя берді. Асыл өз құлағына сенбей, экранға қарап есін жинауға тырысты. Қоңырау шалған Қанат еді. Жүрегі лүпілдеп, ол дереу жауап берді. «Қанат, кешірші мені, кешірші. Мен Асылмын», деді Асыл көз жасын тыя алмай. Бұл сәтте оның дауысы дірілдеп, жан дүниесіндегі бар ауыртпалық пен өкінішті сөзбен жеткізуге тырысты. Ол тек Қанаттың бір ауыз сөзін естігісі келді, оның кешірімін алуға, жүрегін жеңілдетуге талпынды. Сол түні Асыл өмірдегі ең бақытты адам болып оянды. Қанаттың бір ғана жылы сөзі оның жүрегіне үміт отын жақты. Егер сол сәтте Қанат телефон көтермегенде, Асылдың өмірмен қоштасуы мүмкін еді. Бірақ қазір бәрі басқаша болды. Келесі күні демалыс болғандықтан Асыл таңғы уақытта есік алдына келген көлік дыбысын естіді. Қолында әдемі гүл шоқтары бар Қанат екен. Ол барлығымен амандасып Асылдың қолын сұрап келді. Асылдың әкесі Қанатты бала кезден танитын, әрі оның ақ көңіл мінезін қатты ұнататын. Қанат есіктен кіре сала: «Қазанға ет салыңдар», деп құрметпен қарады. Асыл Қанатқа ауылда тұруды өтінді. Қанат қалада бөлек тұруды қалап еді, бірақ Асыл үлкендерді сыйлап, ауылда өмір сүруді таңдады. Ол үй шаруасына кірісіп, білмеген нәрселерін тез үйреніп алды. Айналдырған бір жылдың ішінде Асыл үлгілі келін атанып, туыстары оның ісіне таңданыс білдірді. Үй іші де оны қызындай көріп, бақытты өмір сүріп жатты. Асылдың денсаулығы да жақсарды, ауруы мүлдем кетті. Алайда соңғы кезде оның басы айналып құлап қалған кездері болды. Бұл жағдай бастапқыда қорқынышты көрінді, бірақ кейін белгілі болғандай, ол жүктіліктен екен. Қазір Асыл мен Қанат алғашқы бөпелерін күтіп жүр, олардың өмірі бұрынғыдан да жарқын бола түсті.